Жамбыл облыстық орыс драма театрында заң мен тәртіп тұжырымдамасы аясында драматург Игорь Цединнің Әлия қазақ даласының қызы атты қойылымы сахналанды. Туынды қазақтың қаһарман қызы Әлия Молдағұлованың өмір жолын оның өз атынан баяндайды. Қойылымында батыр қыздың балалық шағы, майданға аттануы, сұрапыл соғыс жылдарындағы ауыр күндері, жауынгерлік тағдыры естеліктері желісі арқылы көрініс тапты. Сахналық шығармада көрермен Әлияның майдандас серіктерімен де оның көзі арқылы танысады. Олар соғыс ауыртпалығын бірге көтерген қаруластар мен тағдырлас достары. Қойылымда майдан шындығы мен адам тағдыры астаса өріліп, сол кезеңнің күрделі келбеті әсерлі жеткізілген. Авторлар тарихи деректерге сүйене отырып, Әлияның өмір баянын ғана емес, оның жан дүниесін, қайсар мінезін және тұлға ретінде қалыптасуына ықпал еткен ортаны да ашып көрсетуге мән берген. Сондықтан бұл қойылым ерлік жайлы әңгімемен ғана шектелмей, ел үшін жанын құрбан етуге дайын болған жас қыздың азаматтық болмысын танытатын тағылымды туынды ретінде ерекшеленді. Қазақтың батыр қызына арналған бұл қойылым Әлия Молдағұлованың ерлігіне көрсетілген құрметтің көрінісі. Театр ұжымы арқылы көрерменге жол тартқан туынды қаһарман қыздың есімі мен ерлігін жас ұрпақтың жадында жаңғыртуға бағытталған. Мәдениет және ақпарат министрлігі фильмдері прокатқа шығаруға дейінгі сараптамадан өткізу қағидаларын бекітті. Енді кинотуындылар көрерменге жол тартпас бұрын арнайы комиссияның тексеруінен өтеді. Жаңа талап мемлекет басшысының ұлттық құрылтайда берген тапсырмасын орындау аясында әзірленген. Осыған байланысты кинематография туралы заңға енгізілген өзгерістер биыл күшіне енді. Жаңа тетік кино өнімдерінің қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге бағытталған. Сараптама барысында фильм мазмұны жан-жақты зерделеніп, онда заң мен тыйым салынған материалдардың бар жоғы анықталады. Атап айтқанда зорлық-зомбылықты дәріптеу, араздықты қоздыру, экстремизмді насихаттау, порнографиялық сипаттағы материалдар және заңнамаға қайшы өзге де контенттің болуы тексеріледі. Министрлік бекіткен қағидаға сәйкес комиссия құрамына кинематография, ғылым және денсаулық сақтау салаларының мамандары енеді. Олар фильм бойынша қорытынды ұсынып, сол қорытынды прокат куәлігін беру немесе одан бас тарту туралы шешім қабылдау кезеңінде ескеріледі. Айта кетейік, фильмдерді прокатқа дейінгі сараптамадан өткізу жөніндегі комиссия жұмысының тәртібі Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрінің бұйрығымен бекітілген. Қазақстанда дарын мемлекеттік жастар сыйлығына үміткерлерді іріктеу басталды. Байқау дарынды жастарды ғылым, шығармашылық, қоғамдық қызмет және спорт салаларындағы жетістіктері үшін қолдау мақсатында ұйымдастырылып отыр. Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметінше, биыл байқау 10 аталым бойынша өтеді. Атап айтқанда, әдебиет, ғылым, дизайн және бейнелеу өнері, журналистика, классикалық музыка, қоғамдық қызмет, спорт, театр және кино, эстрада және халық шығармашылығы номинациялары бойынша үздіктер анықталады. Сыйлыққа халықаралық және республикалық байқаулар мен фестивальдердің жеңімпаздары мен жүлдегерлері, ірі спорттық жарыстарда топ жарған спортшылар, сондай-ақ өз саласының дамуына елеулі үлес қосқан 35 жасқа дейінгі Қазақстан азаматтары қатыса алады. Үміткерлерді мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер және елімізде тіркелген заңды тұлғалар ұсынылады. Қатысушылар жеке куәлік көшірмесі, тіркеу өтінімі, жетістіктері туралы анықтама және өзге де қажетті құжаттарды тапсыруы тиіс. Байқау жеңімпаздарына дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты атағы беріліп, арнайы диплом, төсбелгі және ақшалай сыйақымен табысталады. Құжаттар 2026 жылғы 17 маусым күні 17 қыркүйек аралығында қабылданады. Өтінімдерді Астанадағы Мәдениет және ақпарат министрлігіне қағаз және электронды түрде жолдауға болады. Айта кетейік, дарын мемлекеттік жастар сыйлығы 1992 жылы тағайындалған. Осы уақытқа дейінгі түрлі салада табысқа жеткен 380-нен астам қазақстандық бұл марапаттың иегері атанған. Disney студиясының әлемге әйгілі Аңдар шаһары 2 анимациялық фильмі Қазақстан кинотеатрларында қазақ тілінде көрсетіледі. Мультфильмнің қазақ тілінде тұсаукесері Алматы қаласында өтті. Көрермендер туындыны 27 қарашадан бастап қазақ және орыс тілдерінде тамашалай алады. Бұл Disney номинациясының биыл қазақша дыбыстап ұсынылған 4-ші фильмі. Аңдар шаһары 2 2016 жылы жарық көрген және әлем бойынша үлкен танымалдылыққа ие болған анимациялық фильмнің жалғасы. Жаңа бөлімде полиция қызметкері Джуди Хопс пен Ник Уайлдтың кезекте шытырман оқиғалары баяндалады. Соңғы жылдары халықаралық студиялар қазақ тілінде көбірек көңіл бөле бастады. Бұған дейін Disney компаниясы Элио, Лило және Стич, Ойжұмбақ 2, Муфаса, Арыстан патша секілді танымал туындыларды қазақ тілінде ұсынған болатын. Айта кетейік, Аңдар шаһары 2 анимациялық фильмі әлемдік прокатта жоғары нәтиже көрсетіп, қысқа уақыт ішінде рекордтық кассалық табысқа қол жеткізді.